Баршаңызға сәлем. Өте оңай, жұмыртқасыз, қантсыз, салмасы бар сүзбелі трубочкалардың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 5% сүзбе, бөлме температурасындағы сары май, шым тұз салып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқыш және ұн қосамыз. Ұнды біртіндеп қосамыз. Сүзбенің құрамына қарай сулы не болмаса құрғақ болуы мүмкін. Соған байланысты сәл артық не болмаса кем керек болады. Серпімді, қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Қамырды екіге бөліп, жұқалап жаямыз. Бетіне қант, кокос жоңқасын себеміз. Кокос жоңқасының орнына ұсақталған жаңғақтармен алмастыруға болады. Орама орап, бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Пергамент қағазы төселген противенге орналастырып 180 градуста 20-25 минут конвекциясыз пісіреміз. Трубочкаларымызды суытып, бетіне қан ұнтағын сеуіп дастарханға береміз. Өте дәмді, оңай және жеңіл дайындалатын жұмыртқасыз, қантсыз, салмасы бар сүзбелі трубочкаларымыз дайын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.